бөліну үшін топтың ережесін, топтың мүшелерін бәрін білеміз ғой, иә? Мына көмек керек, дайынбыз деген белгілеріміз алдымызда тұр. Бүгінгі сабағымыз өрмекші әдісі арқылы өтеді. Яғни тапсырмалар деңгейлік түрінде өрмекші торында беріліп тұр бізге. Яғни біз осы өрмекші торынан тапсырманың барлығын орындап шығып кетуіміз керек балалар. Сондықтан барлығымыз сабаққа қалай қатысамыз? Өте жақсы қатысамыз балалар. Енді бірінші балалар топқа бөлініп аламыз. Жаңағы жәндіктерді көрдік қой, жануарларды, иә? Сендерге қайсысы ұнайды? Ара ұнай ма, көбелек па, қарлығаш па, көгершін ба? Жайлап келіп мына жерден шуламай, суға басаршы. Өздерің тағандарын алыңдар. Сосын оң қолымызға тағып аламыз, тез-тез балалар. Оң қолымызға, оң қарап, тез қарамай, тез-тез алыңшы, ойланбай, тез-тез ойланбай аламыз. Барлығы да жақсы, барлығы да еңкілі қор балалар. Оны кеме бұналмайсың, оң қолымызға тағалаймыз, отырамыз, ақылдар ұстарайды. Тез алағыңдар. Енді артқа бағылар, жоғаны жалғастырды. Енді бер қараймыз, топқа бөліну үшін бағылар, мына жерге көбелекте туылғандар өңдерге келе қоймады. Арады туылғанды мына топқа келе қоймады. Тастарымызды тез-тез жинап келе қоймады. Мына жерге көбелекте, мына жерге көбелекте, мына жерге біз өрмекшіге жақын тұрмыз, иә, көп тұрсыңдар ма? Өте жақын тұрмыз. Бірінші тұрған біздер қай көбелек, иә? Бірінші жерге қойын, көбелек, сосын бұлан не бала айтшы? Ара екінші қойын, сосын құмырсқа, иә? Содан соң көгершін және ал қане үшінші деңгейдің тапсырмасы балалар оқулығымыздағы бірінші есептен. Топтық жұмыс, ортаға мен қағаз беремін балалар. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Оқиықшы, айналма оқып жүреш ма? А және Б жиындарының бірігуін тап диаграммамен бейнеле. А және Б жиынының істеуін бірігуін диаграммада бейнелеуіміз керек. Эйлер бен диаграммасында бейнелейміз. Яғни екі жиынды не істейміз балалар? Не істейміз? Не істейміз? Қай тез-тез орындай қойыңдар, және элементтерін жаза қойыңдар. Ортаға хатшы кім тез жазамыз. Баяндамалар дайындалады. Бес минут уақыт беріледі. 3 минут. Дайын екен. Қарлығаш тобы дайын. Келе қойыңдар. Бала болдық па? Бітеміз ба?
тағы да уақытты. Ешке қасына кім тағы баяндамашы қыздар. Қасына келе қойын көмекке. Тағы бір баяндамашы қасына келе қойын көмекке 2 адам бұл. Тез біреу шық қоппа. Шық, Айзере шық. Так, көрсете ғой. Айтып жібере ғой балалар, айта ғой. Я, А жиыны мен В жиыны не істейді? Бірігеді. Элементтері. Жарайды, қазір қосымсын айтамын атынан. Келе қойыңдар. Көбелек тобына екен. Балалар екінші ереже бір-бірімізді тыңдаймыз. Келсіз келе қойыңдар. Екі жиын бір-бірімен бірігеді. Ортақ жиындары 12 А жиынның элементтері 19, 3, 5, бұл жиынның элементтері 2, 4, 8, 18. Енді біріккен екеуінде қандай элементтер пайда болды? Жақшамен салу керек еді, фигурный жақшамен кесте сала қойыңызшы. Қане тағы да кім? Ол жерде А жиынында. Так, балалар екінші ереже қайда? Бір-біріміз тыңдаймыз, айта бер. А жиынындағы сандар 3, 5, 0-дан 11, 12, 19. Б жиынындағы сандар 2, 4, 8, 12, 18, 0. Екеуі біріккенде қандай жиын пайда? Екеуінің ортасына қиылысатын сандар 0 және де 12. Так, бұл сен қиылыстырып қойдыңдар балалар. Барлығын солай істеп жатсыңдар. Жақсы отыра қойшы. Келесі. Мен бірге сіздер қиылыстырып жатсыңдар. Түсінбей жатсыңдар ма әлі? Қане. Енді қатшы болсаң баяндамашы айтады ғой, айта ғой. Біз 12 мен 0-ді ортаға жастық. Себебі екеуінде де бар. Жақсы. 3-те, 5-те, 11-де, 19-ды ортақта жастық. Жақсы, барлығымыз қиыстырып жатырмыз. Тағы соңғы топты кетейін мен. Қане, отыра қойын жақсы. Негізі дұрыс элементтерін салғандарын, бірақ біз суретін салғанда қиыстырып жатырмыз. Тауып жатқандарын дұрыс бар. Ата көбет жана келмей айтқан. Бүл топ келді ба? Барлық топ келді ба? Бүл топ маған келейін. 5-ші топ қайда? Қайсы топ келмей айтқан балалар? Мына досыңдар, отырсыңдар, үндемейін тұрсыңдар. Екеуін бірігін, я, салуат. Әлі сөйлейді дұрыс емес балалар. Көрсетіп тұр, айта бер. Айтып жібере қойыңыздар. Балаларға көрсет, дұрыстап тұршы енді, ортаға қойшы, айта бер. Қаттырақ айтамыз. Тыныш балалар, енді ереже қайда? Балалар. 3, 5, 11, 19, 12, 8, 9, 18. Жарайсыңдар. Мына топта бірігуі несін салды, дұрыс жазылып отыра ғой. Бірақ бәріміз қиыстық қойдық. Барлық топта бірігуін дәл салды. Жақсы, жарайды. Енді балалар, бірігуі деген не балалар? Екі жиынның бірігуі деген. Жақсы, біз бәріміз дұрыс өттік, бірақ кішкене жетпейтін жер бар екен. Қалай болады бірігуі балалар? Мен сендерге көрсеткен кісім бар. Екі жиын бірігіп кетеді бұлай. Бір жиын болып кетеді ғой екеуі. Ал біздер не істеп жатырмыз? Бұлай қиылыстырып, ортаға жаңағы екі бірдей элемент салып жатырмыз. Олай болмайды. Екі жиын бірігіп кетеді балалар. Бірігіп бір жиын болып кетеді. Бірігеді деген сөз, екеуі бір жиынға айналып кетеді деген сөз балалар. Жалпы дұрыс элементтерін дұрыс салды. Сосын ортақ элементті қайталап жазбаймыз. Екі жиын біріккенде қайталаймыз. Түсінікті ма балалар? Иә. Жақсы. Келесі 7-ші тапсырма. Бұл негізі бірінші деңгейдің тапсырмасы. Балалар, бірінші деңгейдің тапсырмасы өте оңай тапсырма. Қане мына жиыннан қарайшы элементтер. Қандай элементтер бар жиынның? Құлыншақ деген сөз шығыпты. Енді біз не істеуіміз керек бұдан? Ішкі жиындардың болатын 5 сөз тауамыз. Мына жиынның ішкі жиыны болатын 5 сөз тауып
Бұл жұптық жұмыс балалар. Әркім өзінің көршісіменен бірге тез дәптер жаза қоямыз. Бес сөз ма және ішкі жиыны болу керекпіз. Жұптық жұмыс. Ол қашық. Бірінші не дедің? Ол дедің, жақсы жарайсың отырауын. Тағы кәне, келе ғой, екеуің айта ғой, тұр. Басып тұр, сіз айта қойыңдар. Құлыншақ деген өзімен бірге болып тұр ғой, тең жиын болып кетті ғой. Бізге ішкі жиын керек қой. Сіз басқа бес сөз айта ғой. Қалған сөз айта ғой. Шақ, үш сөз болды. Тағы сөз күшірек бол тез. Қане, айта ғой. Қыздар көшірмейді, тұр ашын. Айта бер. Тез. Құлын, шақ, құлын, қашық. Сосын, болма, айта ғой, тез жақсы сен көршіңмен бірге жасадың ба? Өзіңмен жұмыс жасадың. Бірақ қане, кім? Айта ғой. Олар анық, олар ашық, лақ. Жақсы отырады. Құлақ жақсы отырады. Айта ғой, Айбек кім? Бес сөз болды ма? Жарайсыңдар. Натоп болған сияқты, Натоп болды ма? Айтыңдар ма екі? Өте көп сөз тауыпты. Және ерекше сөздер тауыпты. Біздер надан қайталамаған сөздер. Құлыншақ деген тең жиын болады ғой. Құлын, ашық. Тағы сөз керек саған. Жазасың. Жақсы болып па балалар түгел? Болыңдар ма? Жақсы. Айт болсын сен, бір сөзді айт. Бірлеп айтамыз, жақсы. Балалар келесі деңгейге өтті. Екінші деңгейге құттықтаймын барлығыңызды. Өте жақсы. Енді екінші деңгейдің тапсырмасы бұдан гөрі сәл күрделі болады. Бірақ кішкене біз сергіп алайық балалар. Сәл бойымыз тек ортасында. Енді балалар бері қарайыншы. Мына суретке қарайыншы. Тақтаға қараймыз балалар. Мына белгіні дұрыс қоюымыз керек. Мына белгіні көріп тұр, мен атын айтпаймын. Оны білеміз. Мына жерде тұр. Кім шығады маған? Бір сөзге қарап, А менен Б жиыны не жасап тұр, не істеп тұр, қане? Антиден маған әріптер бар, жиын белгі апарде бар. Кім шығады, қане? Мен. Келеу аяғым. Және айтасың бізге оқисың. А менен Б жиыны қиылысады. Соның белгісін салайын бізге көрсетіп. Міне аны алшыш төменге. Дұрыс қоя балалар? Тексерейікші. Міне осылай жазамыз. А қиылысады бұмен. Отырағы жарайсың. Келесі суретке қарайық балалар. Мына жерде С мен Д жиыны не істейді? Кім шығады? Сайып келе
қосылады? Қойма балалар. Бұл да не қиысып кетті ғой. Не істейді дейміз оны? Сап етіп қосылды. Қосылды ма? Қосылады. Бірігеді дейміз. Қосылады емес. С жиыны мен бір жиыны бірігеді. Отыра ғой жарайсың. Келесіне қарай. Қаяқты қалай бірінші салатынын өзің білесің ғой. Қалай саламыз? М жиыны бірінші қайсында да? Иә, мұны. Астына алып төменге. Иә. М жиыны. Сал, белгіні сал. Қалай саласың белгіні? Дұрыс па балалар, бұл кішкене. Қалай оқимыз? М жиыны, К жиыны, ішкі жиыны. Дұрыс айтасың. М жиыны, К жиынының ішкі жиыны бар. Жарайсың. Отыра онда. Өте жақсы балалар. Жақсы сергіп алып па кішкене? Ары екінші деңгейдің тапсырмасына кеттік. Номері екінші және номері төртінші есептерді шығарамыз. Қозғалысқа байланысты, дескрипторы қозғалысқа байланысты есептерді шешіп білеміз. Яғни формуламен шешіп білеміз бе? Соны білеміз. Так, көбелектер тобы номер 2-ның астын шығарасында. Бұл балалар өзіндік жұмыс әркім өз бетімен орындайды. Құмыс қалар тобы 2-ның әсі, қарлығаштар тобы 2-ның бұсы, аралар тобы 4-дің асы, көгершіндер тобы 4-дің әсін шығарасында. Бірінші, ортаға келеміз. Ортаға келіп, оң қолымызды қосып, шеңберге тұра қаламыз, жиын жасаймыз. Оң қолымызда не бар біздің? Манағы біздің топымыздың суреттері бар, иә? Тәне, көбелектер жиыны келе қойып, оң қол көтереміз. Тез көбелек жіберіп. Шеңберге қолымызда. Тәне. Дұрыс па балалар? Отыра қойың жарайсыңдар. Келесі, құстар жиыны. Тез қолын. Оң қолымыз көтеріп келе қойып, тез. Оң қолымыз көтеріп келеміз. Құстар деді ме? Құстардың ішіне не кіреді? Бәрі кіріп кетті ғой. Не кіріп кетті? Не кірді? Көгершіндер, сосын. Біргеміз бәрімізде құстарымыз оққан тез. Бәріміз құстарымыз. Көгершіндер мен қарлығаштар мен құстар жиыны. Отыра қойың жарайсыңдар. Келесі, жәндіктер жиыны. Оң қол көтереміз. Ортаға бәріміз бір ортаға оң қолымызды қосамыз. Шеңбер ұстаймыз. Жиын сияқты шеңбер. Жәндіктер келіп бар. Көбелектер қалып. Көбелектер. Жәндіктер өсіңдер ма? Тез қайын. Тек құстар қалу керек. Қосамыз қолымызды. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келесі. Ал мұқаяқтың алыңдар. Қанаттылар жиыны дейді. Қанаттылар жиыны. Күнде қанат бар дейді. Күндеріңіз қолыңызды қойған. Қанаттылар жиыны. Күнде қалды қойы. Құмырсқа қанаты жоқ, иә? Қалғанымыз бәрімізде қанат бар екен. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келесі, ұшпайтындар жиыны. Ұшпайтындар. Қанат жоқтар, ұшпайтындар. Келе қойыңдар. Құмырсқа ұшпайды, иә? Қолымызды қосамыз. Ұшпайтындар осылар екен, иә, балалар? Отыра қойың жарайсыңдар. Енді мұқият тыңдап аламыз. Аңдар жиыны келеміз. Аңдар жиыны тез. Аңдар жиыны. Бош жиын. Аңдар жиын бар ма? Бош жиын. Яғни бұндай жиын жоқ деп. Бұны айтсам. Бош жиын. Атай келесің.
Жарайсың. Бос жиын деген жиын үстінен былай сызамыз, иә? Иә, сәл тәртіпсіз, дұрыс айтасыз. Саят жөндеп жатыр қателеріңіз, иә? Кішкене былай сызамыз дейді. Былай, сосын былай сызамыз дейді. Жарайсың. Так, келесі. Енді үшінші деңгейдің тапсырмасы кішкене күрделеу болады, бірақ қатты күрделі емес еді. Оны да түсінбей ғой. Номер 6-шы тапсырма. Топтық жұмыс жолда кітаптың ортағымен кітапқа қағаз беремін. Ақылдарды көппенен орындайды. Балалар, біз диаграммада не істеуіміз керек? Төртбұрыштар жиыны мен қара фигуралар жиынын белгілейміз. Енді қарайтыныз. Төртбұрыштар, мынау қара фигуралар. Екеуі қиылса ма? Өздерің білесіңдер саласында. Енді топтың нелері бағалаушылар топты бағалай қойыңдар. Дамалық ағашында балалар әртүрлі бізге дамалық ағашына әртүрлі қаттар келген екен. Так, көбелек тобы қайда? Көбелектер қандай екен? Жақсы мәліметті. Көбелектер гүлдерден істейді екен, қыздандарда олардың есту мүшесі нашар, кейбір көбелектер жануарлардың көз жасымен қоректенеді дейді. Сабақтан ойынды жасайын. Сабақтан естен жазып, ағашқа жапырақтарын тапайық жаналы ағаша. Жапырақтар қалыпты. Тең жиын жасап үйрендік па?
Жақсы, жарайды. Жақсы ал. Оқышы үшін қанат оқып жіберді. Топты бағалап үйрендік. Топтармен тапсырмаға қатысуды үйрендік. Жақсы. Так, мына топтың несі бақылаушысы сөйлемеші тобында қандай баға қойды? Сөйле оқысын бақылаушы. Бүгін біздің топта барлық жақсы қатысты, тек Дарья төртінші есептің астында шығара алмады. Көмекпен шығарды, иә? Көмекпен шықты, бәрін шықпек болды сонда. Иә? Жақсы. Жарайсың, өте жақсы. Тастау. Тастау жақсы. Жарайды балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа барлық оқушылар өте жақсы қатысты. Біз өрмекші торынан не істедік балалар? Шықты, үштен кейін тапсырмасын орындадық. Егер тапсырма балалар номері 8, номері 9 есептер күнделікке жазып аламыз. Сабаққа қатысқан апайларға рахмет айтамыз. Бірімізді тұрамыз. Рахмет. Сау болды. Сау болды.